Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен балаларымның ең жақсы көретін, әрі сүйсініп жейтін торты өпе-пайдың жасалу тәсілімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқа мен қантты салып, миксердің көмегімен жақсылап көпіргенше араластырамыз. Одан кейін үстіне ерітілген сары май мен шоколадты қосамыз. Мен алдын ала сары май мен шоколадты бір ыдысқа салып, ыстық су моншасында ерітіп алдым. Кейін қоспаны бөлме температурасында сәл суытып, содан кейін ғана жұмыртқалы массаға қосамыз. Енді алдын ала араластырып қойған ұн, какао және қопсытқышты аз-аздан қоса отырып, қамырды біркелкі болғанша араластырамыз. Дайын болған қамырды пергамент қағазының үстіне 5 немесе 7 ас қасықтан салып, жан-жағын тегістеп дөңгелек формаға келтіреміз. Мен пергаменттің бетіне торт пісіретін қалыптың көмегімен дөңгелек форма келтіріп алдым. Сіздер де дәл осылай жасай аласыздар, немесе карандаштың көмегімен қажетті көлемде дөңгелек форма сызып алсаңыздар болады. Осылайша барлық қамырды дайындап болған соң, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 7 минутқа пісіруге жібереміз. Корждарымыз пісіп дайын болғанша кремді дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымыздағы 33% кілегейді миксердің көмегімен баяу жылдамдықтан бастап, біртіндеп жоғары жылдамдыққа көтеріп, аздап қоюланғанша миксерлейміз. Содан кейін қант ұнтағын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Артынша творожный сырды қосып, крем біркелкі әрі қою консистенцияға жеткенше миксерлейміз. Нәтижесінде өте нәзік, тұрақты әрі дәмді крем дайын болады. Мінекей корждарымыз дайын болды. Мен оларды толықтай суытып алдым. Енді кремімізбен корждарды қабаттап, тортты жинауға кірісеміз. Міне тортымыз да дайын болып қалды. Үстіне шоколадты ганашты құямыз. Алдын ала кілегей мен шоколадты су моншасында ерітіп, біркелкі масса болғанша араластырып дайындап алдым. Ескеретін жайт, дайын болған ганашты сәл суытып алғаннан кейін ғана торттың бетіне құйған дұрыс. Соңында торттың бетін қалауыңызша жеміс-жидектермен әсемдеуге болады. Мен құлпынай мен көкжидекті пайдаландым. Нәтижесінде жұмсақ шоколадты корждар мен нәзік крем үйлескен, өте дәмді әрі сәнді өпе-пай торты дайын болды. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.